Сәлем, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым. Жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін сіздерге айтатын тақырып ол зәр шығару анализін тапсыратын кездегі 5 түрлі ережемен таныстыратын боламын. Ең біріншісі, міндетті түрде зәр анализін тапсыру үшін таңғы анализ алған жақсы. Себебі түні бойы адам ағзасында жүрген процестер жайлы, бүйрек жайлы нақты информация беретін бұл таңғы зәр анализі болып табылады. Екінші ереже, анализ тапсырардан бір күн бұрын зәрдің түсіне әсер ететін қызылша, зәрдің pH ортасына әсер ететін өте тәтті, өте қышқыл, өте майлы тағамдарды мүмкіндігінше жемеген дұрыс. Үшінші ереже, тапсырылған анализді 2 сағаттың ішінде лабораторияға апаруға тырысу керек. Себебі зәр құрамындағы көрсетілетін инфекциялар, басқа да нәрселер өзгеріске ұшырауы мүмкін. Және тағы бір ескеретін нәрсе, міндетті түрде зәр анализін тапсыратын кезде дәретті жақсы алу керек. Дәрет алу деп отырғанымыз үлкен және кіші зәр шығару органдарын дұрыс тазалап жуу болып саналады. Қазір мен сіздерге кукламен көрсетейін. Мысал үшін, мынау ересек адам, немесе балаларда болса да міндетті түрде мына бізде үлкен дәретке шығатын тікішек бар, және анус, және кіші дәретке шығатын жақ бар. Дәрет алған кезде міндетті түрде кіші дәретке шығатын алдынан артқа қарай жуу керек. Осылайынан. Себебі мынау арттағы нәжіс шығаратын жердегі нәжіс құрамындағы инфекциялар алға қарай жылжып кетуі мүмкін. Және ол кейін цистит және тағы да басқа жыныс жолдарының зәр шығару органдарының қабыну ауруларына алып келеді. Сондықтан да зәр шығаратын кезде органдарды тазалап жуудың нақты ережесін сақтаған дұрыс. Және ең маңызды нәрсе ол зәр шығарудың екінші зәр порциясын алу. Мысалға сіздерге түсіндіретін болсам қазір. Қараңыздар. Және ыдысты алып тұрмын, 2 ыдысты. Сіз кіші дәретке шығып жатасыз. Стоп, тоқтайсыз, ыдысты аласыз. Осы екінші порциясын аласыз. Примерно 10 мл мен 50 мл аралығындағы зәр көлемі анализ үшін жеткілікті. Соңғы порциясын шығарып, осылай зәр шығару процесін аяқтайсыз. Сонда қараңыздар, жалпы кіші дәретке шығару процесін 3-ке бөліп қарастырасыз. Бірінші бөлігін сыртқа шығарып жібересіз, ортада өзіңізге стоп дейсіз да, дайын зәр шығаратын одноразовый ыдысты алып ашып, соған зәрді шығарып аласыз да, әрі қарай аяқтағаннан кейін оң қақпағын жауып, сол ортаңғы порцияны анализге апаруға болады. Бұл анализді мүмкіндігінше 2 сағаттың ішінде лабораторияға жеткізіңіз. Бүгінгі ақпарат осындай. Егер де сіздердің сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдырып жазсаңыздар болады, мен жауап беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, себебі алдағы уақытта өте маңызды медициналық ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.